Армысыздар, құрметті көрермендер. Украина-Ресей соғысына байланысты бірқатар ақпараттар шықты. Осы ақпараттарды аталмыш видеода қысқа нұсқа айтуды салуды жөн көрдім. Украинаға Америка құрама штаттары уәде еткен кезекті әскери көмек пакетін жариялады. Бұл әскери көмек пакетіне назар аударатын болсақ, Украинаға 32 дана Брэдли, 32 дана Страйкер бронды техникалар беріледі. Сонымен қатар атыс қаруына арналған 28 миллион оқ-дәрі, Патриот пен Хаймерске арналған зымырандар, және ұрыс даласында зақымданған бронды техникаларды сүйреп шығуға арналған әскери жүк көліктері, понтонды көпірлерді салатын жүйелер беріледі. Ал ең маңыздысы, алғаш рет Украинаға кассеталық снарядтар беріліп отыр. Жалпы халықаралық қауымдастықтың соғыс ережесіне назар аударатын болсақ, кассеталық снаряд түрлерін, кассеталық бомбаларды қолдануға тыйым салынған. Неге? Себебі кассеталық снаряд түрлері жерге түскен кезде бірнеше бөлшекке бөлшектеніп, артынша ол бөлшектерде ұсақ бөлшектерге бөлініп, олардың барлығы атылады. Бірақ көп жағдайда ол атылып кетеді, ал кейбір жағдайда кассеталық снаряд түрлері мүлде атылмай қалуы ықтимал. Және ұрыс қимылдары аяқталғаннан кейін, ұрыс қимылдары өткен аймақта қарапайым халық кейіннен атылмай қалған снарядтарды, миналарды, бомбалардың зардабын шегіп, жарылып кетіп жататын жағдайлар бар. Осыған байланысты халықаралық қауымдастық кассеталық қару-жарақ түрлерін қолдануға тыйым салынған. Бірақ соған қарамастан Украинаға Америка құрама штаттары кассеталық снарядтарды беріп отыр. Оның бірден бір себебі ретінде Украинаға осы уақытқа дейін беріп келген 155 мм қарапайым снарядтардың НАТО елдерінің қоймаларында таусыла бастағанымен түсіндіруде. Яғни кассеталық снарядтарды беруіміз уақытша, 155 мм снарядтардың қорын толтырып алғаннан кейін біз кассеталық снарядтарды беруді тоқтатамыз және Украинаға бұрынғы қарапайым снаряд түрлерін қайтадан бере бастаймыз дегенді айтуда. Украиналық тарап кассеталық снарядтардың берілуін құп көріп отыр. Неге? Себебі ұрыс даласында қарсыластың жаяу әскеріне үлкен шығын келтіруге кассеталық снаряд түрлері көмек береді дегенді айтуда. Әрине, украиналық тарап кассеталық снарядтарды қолдануға байланысты батыс тарапына жазбаша түрде уәде беріп жазып берген. Оның ішінде Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан мойындалған территориясына аталмыш снаряд түрлерін қолданбайды. Бұл бір. Екіншіден, ұрыс даласында қай бағытта кассеталық снарядтарды қолданды, қандай операцияда ол снарядтарды қолданды, міне осының барлығы жайлы батыстық тарапқа ақпарат беріп отырады. Ал ұрыс қимылдары аяқталғаннан кейін Украина кассеталық снарядтар қолданған аймақта ең бірінші болып миналарды тазалау және жарылғыш заттарды, жарқыншақтарды тазалау процестерін жүргізетінін айтты. Яғни Украинаға кассеталық снарядтар берілетін болды. Бұған қатысты Ресейдің қарсы реакциясы күні кеше ғана көрсетіліп үлгерді. Америка құрама штаттарындағы Ресейдің елшісі кассеталық снарядтарды беру арқылы ақш арандатуға барып отыр. Кассеталық снарядтарды беру бұл жаһандық соғысты жақындатудың бірден бір амалы деп сипаттаған болатын. Ресейдің қарсы реакциясы түсінікті де. Тағы бір ақпарат ретінде Украина президенті Зеленский күні кеше ғана Түркияға сапарлап барды. Сапар барысында ол Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, 2,5 сағатқа жуық келіссөздер жүргізді. Негізгі келіссөздің тақырыбы ол астық келісімін ұзарту. Осы айда астық келісімнің уақыты бітеді. Ал астық келісімін ұзартуға Түркия, батыс тарапы, Украина мүдделі. Ресей қазіргі уақытта астық келісімін ары қарай ұзартуға өзінің қарсылығын білдіруде, себебі Ресейге берілген уәделер астық келісімнің аясында орындалмай келе жатыр дегенді Мәскеу айтуда. Ал түркиялық тарап тым болмағанда астық келісімі 2 айға немесе 2 жылға дейін созылу қажет дегенді айтып отыр. Бірақ қазіргі айтатын ақпарат бұл астық келісімінен бөлек Украинаға Азов полкының командирлерінің қайтып оралуына байланысты болып отыр. Күні кеше ғана Украинаның президент Зеленский мен Ердоғанның кездесуінен кейін Украина жеріне Азов полкының 5 командирі қайтарылатын жайлы ақпарат шықты. Азов полкының 5 командирі өткен жылы, 2022 жылы ресейлік әскердің қолына тұтқынға түскен болатын. Тұтқынға түсуінің өзіндік себептері бар. Мариуполь қаласын және артынша Азовсталь зауытын Азов полкі 3 айға жуық қорғады. Артынша келісімнің нәтижесінде Азов полкының сарбаздары мен командирлері ресейлік тарапқа тұтқынға түсті. Ал 2022 жылдың қыркүйегінде Ресей, Түркия, Украинаның арасындағы келісімнің нәтижесінде Азов полкының командирлері тұтқыннан босатылып Түркияға жіберілді. Яғни келісімнің аясында соғыс аяқталғанға дейін Азов полкының командирлері Түркияда болуға тиіс еді. Бірақ күні кеше ғана Ердоған мен Зеленскийдің келіссөздерінен кейін соғыс аяқталмай жатып, Азов полкының 5 командирі Украинаға қайтарылатын болды. Украина президенті Зеленскийдің өзі президенттік бортта 5 командирді күтіп алған видеоны жариялады. Әрине бұл видеодан кейін ресейлік арналар, ресейлік әлеуметтік желілердің
Путин билігіне деген, Кремльдегі отырған шенеунікке деген қарсы реакциясы ду ете қалды. Олар тағы да батыстық тарап Түркия, Украина, Ресей алдында берілген уәдені, келісімді бұзды, Ресейді мазақ қылды, Ресейді алдады деген реакцияны көрсетіп жатыр, қарсы пікірлерін жазып жатыр. Ал ресейлік сарапшылардың айтуы бойынша Азов полкының командирлерінің тұтқыннан босап шығуы Украина әскерлеріне үлкен бір рух береді, мотивация береді. Себебі ұрыс даласындағы қарымта шабуылда бұл да бір соғыстың қиян-кескі шайқастың ішінде жүрген сарбаздарға рух беретін сондай бір ақпарат болып табылады деген айтуда. Бүгін Украина мен Ресейдің арасында қиян-кескі соғыстың басталғанына тұп-тура 500 күн толып отыр. Ал украиналық тарап 500 күнде 5 командирдің босатылуы Украина халқына және Украина сарбаздарына жасалған үлкен сыйлық деп атауда. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.